Егер сіз колледжде алған біліміңізді жалғастыруды қаласаңыз, сіз ұбт-да 2 пән тапсыратын боласыз. Жалпы кәсіптік және арнайы пән. Егер басқа мамандықты қаласаңыз, онда 5 пәннен тұратын ұбт-ны тапсыратын боласыз. Бұл туралы тікелей эфирлерде және өз парақшамда да талай рет айтқан болатынмын. Қазақстан тарихы, сонымен қатар дүниежүзі тарихынан бекітілген 100 датадан басқа датаға байланысты сұрақ келмейді. Егер келіп жатқан жағдайда, сіз апелляцияға бере аласыз. Биылғы жылы қандастар онлайн емес, офлайн форматта Қазақстанға келіп ұбт тапсырады. Оларға да грант конкурсына қатысу үшін ұбт-ны 2 рет тапсыру мүмкіндігі беріледі. Шығармашылық емтиханын тапсыратын оқушылар ұбт-да тек қана 2 пәнді тапсырады. Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығы. Және биылғы жылғы оларға 70 минут уақыт бөлініп отыр. Білім және ғылым министрлігі биылғы жылғы түлектердің қалауы мен сұраныстарын ескере отырып, ұбт-ны 2 рет тапсыруға мүмкіндік берді. Бұл ретте 2 мүмкіндікте де тек бір бейінді пән комбинациясын таңдай аласыздар. Негізгі ұбт-да IT бағытын таңдаған оқушылар физика және математика комбинациясын тапсырады. Жазғы ұбт-да информатика комбинациясы жоқ. Ол пилоттық жоба ретінде биылғы жылғы наурыз ұбт-да енгізілген болатын. Ал информатика, математика комбинациясы келесі, яғни ұбт 2023-те енгізілетін болады. ұбт-ны тек қана биылғы жылғы түлектер емес, сонымен қатар өткен жылдың да түлектері тапсыра алады. Егер сіздің халықаралық IELTS немесе TOEFL сертификатыңыз болған жағдайда, сіз шет тілін тапсырудан босатыласыз. Бірақ ол үшін тіркелу кезінде өзіңізде сертификат болғандығын және балыңызды көрсетуіңіз керек. ұбт кезінде ағылшын тілін тапсыру немесе тапсырмау ол өз еркіңізде. Бірақ сертификатта сіздің 45 балыңыз көрсетілмейді. 45 балды сіз жоғарғы оқу орнына түсу үшін грант конкурсына құжат тапсырған кезде республикалық комиссия тарапынан беріледі. Компьютерлік форматтағы ұбт-ның ең басты ерекшеліктерінің бірі ол тапсыратын күнді, тапсыратын уақытты және тапсыратын жерді өздеріңіз таңдай аласыздар. Егер де тестленуші ұбт-ға тыйым салынған затты алып келіп, немесе ереже бұзған жағдайда, комиссия тарапынан акт толтырылып, оның нәтижесі жойылады. Негізгі ұбт-да сіздерге беріліп тұрған 2 мүмкіндіктің, егер біріншісінде тестленуші ереже бұзса, онда оның нәтижесі жойылып, сонымен қатар екінші мүмкіндікті тапсыру құқығынан да айырылады. Егер екінші мүмкіндікте ереже бұзған болса, онда екінші мүмкіндіктінде сонымен қатар бірінші тапсырған ұбт-ның да нәтижесі жойылып, конкурсқа қатысу мүмкіндігінен айырылады. Сол себептен құрметті оқушылар, ұбт-ны адал тапсыруға тырысамыз.